Сәлем қыздар, біз бұл жерде тауық етінен 20 минутта дайын болатын тәтті тағам дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі тауықтың бір сан еті және картоп, чеснок, кетчуп, майонез, приправа. Картопты осылай турап аламыз, майдалап. Және де осындай кетчуп, майонезіміз средний болады. Бүкіл магазинде болады средний кетчуп, майонез. Осылай бәрін құйып аламыз. Бұл маринадталмайды. Сразу өстіп араластырып, противенге салып пісіре бересіздер. Печке салар алдын осылай картопымызды, тауығымызды дайындап жатқанда печкелеріңізді 300 градусқа қосып қатты қыздырып алыңыздар. Максимальный градуста піседі бұл. Егер де пештеріңіз әсер пеш бір-біріне қатты жақын болған жағдайда күйіп кетпесін десеңіздер, бетін фольгамен кішкене жапсаңыздар болады. Пісердің алдында 10 минут бұрын фольганы алып тастайсыздар. Осылай приправалар, тұз бұрыштарымыздың барлығын өз қалауларыңызша қосасыздар. Ащы болсын десеңіздер, қызыл бұрышты көбірек қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Сол араластырғаннан противенімізге, ыдысымызға саламыз. Маринадталмайды, бір жақсы жері, бірақ дәмі шашликтен, кәуаптан артық болмайды. Дәмі керемет болады. Осылай ыдысымызда чесноктар қалып кетпесін, барлығын саламыз. Әдемілеп жайғастырып, солай пісіріп аламыз. Және де бұл тағамды гарнир ретінде, гарнирге жасап бұлай берсеңіздер де болады. Гарнирге күрішті сәндеп, қонақ келгенде. Гарнирсіз жегілеріңіз келсе, картопты ол кезде үлкен қылып жасап пісіресіздер. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дәмді және керемет. Мінекей осылай пісіп шығады. Піскен тағамды гарнирмен немесе гарнирсіз ұсынсаңыздар да болады. Аз болсын, жасап көріңіздер, керемет.